Арма қазағым, көптеген адамдар қазақтың руына келген кезде ой трайбализм деп чұқиды. Бірақ ру деген нені білдіреді? Мысалы, ежелгі ғасырларда Рим империясында өте танымалы рулар Римді басқарған болады. Ол кезде Рим гүрлеп бүкіл әлемді билеп отырған ел болған. Сонымен Рим империясында қандай танымалы рулар болған? Мысалы, Юлиус деген ру болған. Сол рудан Гай Юлиус Сизар шыққан болады. Сонымен бірге Корнелиус деген ру болған. Сол Корнелиустың ең танымалы ол Луций Корнелиус Сулу болады. Сосын тағы да мысалы Клавдий деген рулары болған. Оның танымалы нелері енді Тиберий болады. Тиберий, Клаудиус, сосын Фаби дегенде ру болған. Фаби, Максим, Эмилий деген сияқты, Сервилий, Домиций, сондай түрлі рулар ол жерлерде көп болған Римде. Және сол рулар, ақсүйектер Римді басқарған. Ал қалғандары рулары жоқтар, оларды плебс деп атаған. Плебей деп атаған. Ал енді қазаққа келген кезде әрбір қазақ өзінің руын біледі. Сонда қазақтың орталарында, қазақтың ұлтында плебс деген болмаған. Құлдар болған, бірақ олар қазақ болмаған, ұлты қазақ болмаған кісілер болған. Солай, енді кезінде сонда басқаларда ру деген нәрсе болмағанда, қазақтарда ру деген нәрсе болған. Және әлгі уақытқа дейін біз өзіміздің ақсүйек екенімізді білеміз. Біздің руымыз бар екенін білеміз. Фамилия деген, сол Римде болған фамилия деген нәрсеміз бізде баяғы заманнан келе жатыр. Кейбіргі ұлттар жақында ғана фамилияларын алып жатыр. А бізде фамилия деген нәрсе қазақтың туа біткеннен бері болған. Соны біліп жүр қазағым. Сосын мына ағылшын тілінде джентльмен деген сөз бар ғой. Джентл деген. Джентл деген ол ақсүйек деген мағынаны білдіреді. Джен деген нәрсе сол, джен деген. Сол Римде ру деген мағынаны білдірген. Яғни ген деп қазір айтатын сөз бар ғой. Ген деп, қан деп аталынатын. Сонда өзінің қанын, өзінің түбірін білген адам ол ақсүйек болып саналған. Джентльмен деген сөз сол өзінің руын білетін кісі деген мағынаны білдірген. Аман бол қазағым.